Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. 90-дық теорияның 9-шы бөліміне қош келдіңіздер. Бұл бөлімде енді біз евро-доллар емес, алтынға шолу жасаймыз. Енді алтын кварталдармен қалай жүреді, соған жауап беретін боламын. Былай ғой, негізі алтындық білесіздер қалай жүретініне. Алтын бізде көп жағдайда енді көбінесе өседі, немесе тек қана құлайды, бір тренд ұстанады. Алтында біз айлықтарды қарамаймыз квартал, яғни айлық, жылдық, апталықтар бізде қатты мән берілмейді, өйткені алтын бізде осылай кете береді, яғни бір-бірінің ішіндегі циклдағы, кварталдағы ликвидностьтарды шешеді, үлкен ликвидностьтарға қарамайды. Енді бізге қандай кварталдарды қолданамыз? Бірінші сұрақ, алтында біз күннің ішіне қараймыз, яғни бір күнді 4-ке бөліп, сол кварталдармен жұмыс жасаймыз. Яғни бізде қазір воскресенье күні жазып жатқан видео. Алдыңғы күн, мынау бізде, яғни біткен уақыт жұма күні. И тағы бір сұрақ, бізде алтын нешеден нешеге дейін тартылады? Алтын бізде 6 PM-нен 7 PM-ге дейін тартылады. Алтын бізде былай ғой, 23-те 7 сағат жүреді, яғни бір күнде 24 сағат емес, Форекс сияқты 24-те 5 емес, 23-те 5 жүреді. Яғни бір күнде 23 сағат жұмыс жасайды. Сол үшін біз тарту себебіміз 6 PM-нен 7 PM-ге дейін алтын бізде 1 сағат ерте жабылады рынок. Сол кезде бізде мына жақта циклдар, аралық циклдар дұрыс шықпай қалады. Сол үшін 6 PM-нен 7 PM-ге дейін тартамыз. Жалпы мына жер бізде как өлі зона ретінде қараймыз. Мына жерге мән бермейміз бізге. Бізге маңызы, яғни оның ішіндегі циклдар, 90-дар. Енді мынау бізде қазір жұма күні. Жұма күні 4-ке бөлдік. Әр цикл бізде 6 сағаттан түсіп тұр, получается. Мынау 4-еу квартал бізде бір күн. Енді қараңыздар, бізде қандай цикл болған осы күні алтында? Қарасаңыздар, бізде XAMD циклы, яғни формациясы. Реверсл болған, расширение, разворот деп айтсақ болады. Одан кейін аккумуляция басталған бізде. Оны манипуляция жасаған. Бізде K-level бар, K-level'дан и дальше манипуляция жоғарыдағы ликвидностьтарға кеткен. Ликвидность Q1 low және Q1 high. Бізде low алып, K-level бізде мына жерде RBS. Дәл осылайынан бізге осы ликвидностьқа дейін барған баға. Бізде кіру нүктесі осы жерде болады. Q1 high бірінші цель. Ары қарай ликвидностьтарға дейін. Мына ликвидность. Енді тағы егер подтверждениемен кірем десеңіз, бізде мына жерде өткізіп, яғни баға тағы 5 минутқа кіріп, ішіне K-level іздеп кірсе болады реакциядан кейін. Бұл енді жұма күні. Егер осылай кіргенде бірге 25 RLD ұстауға болады екен. Алдың күнге деді қарайық, жалпы не болған екен, қалай жүрген екен болады да. Бұл разбор жасайықшы, алтын қалай жүреді екен. Енді бұлай бізде көп жағдайда 6 сағаттық цикл және 90 минут және микро циклдарымен көп жұмыс жасау керек алтында. Алтында бізде подтверждениелер өте көп береді развороттарға. Яғни қазір оны түсіндірем. Мысалы, біз қазір четверг күнін бөліп жатырмыз 4-ке. Қарасаңыз, бізде баға бір тренд жүрген ғой, яғни максимум импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Бұл жерде бірақ бізде подтверждение беріп кеткен шортқа. Енді қараңыздар, мен қазір қайтадан 6 PM-нен 6 PM-ге тартып қойдым, жалпы индикаторға қарап. Негізі айтқанымдай 6 PM-нен 7 PM-ге дейін тартамыз біз 1 сағат артқа. 23 сағат жұмыс жасағаннан кейін. Сонда бізде орталық 6 AM
12 PM кварталдар дұрыс келеді уақытқа. Ал енді қарайық, бізде бұл жерде қандай сценарий болған. Енді жалпы XAMD деп қараған өзінде, немесе AMDX дегеннен оның ішіндегі подтверждениялар керек бізге сделки кіру үшін. Қараңыздар, егер XAMD формациясын көргенде бізде Q1-ның лоуы шешілмеді, манипуляция басылған кезде Q1-ның хайда шешілген жоқ. И бізде айтып едім ғой мен, бірінші квартал бізде екі ликвидностьқа бөлінеді, сыртқы және ішкі. Бізде ішкі жұмыс жасап кетті, ішкі ликвидностьпен. Жалпы мына импульстің ішіне алған кезде осы кварталда, бірінші квартал. Енді біз осы екінші манипуляция кварталын 4-ке бөлетін болсақ, бұл жерде не істеген баға XAMD жасап кеткен. Расширение, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция кеткен. Яғни бізде ликвидность Q1 low. Яғни бұл айтқан кезде подтверждение шортқа берген. И солай баға астқа кетті. Оның ликвидності бізде мына low болған. Осы ликвидность. И ары қарай баға не істеді? Ликвидін тазартқан, и келесі күн жұма күні басылды. Жұма күні бізде XAMD болып, енді жоғарыға ликвидностьпен жұмыс жасады. Енді біз дәл осы жерде қазір 5 минут немесе 1 минут циклға кіріп, яғни таймфрейм кіріп, 90 минуттық цикл және микроциклдарға тағы бір назар аударайық. Не болған екен? Бізде так, егер әр кварталды бөлетін болсақ, бізде әр кварталда скальп жасап, кішкентай сделкалар ұстауға болады. Ол қандай десеңіз, былай. Яғни біз дәл қазір тек 6 сағаттық циклдарды 90 минуттық циклдарға бөлейін мен 4-ке. Яғни мына жер бізде сағат 6 PM-нен 12 AM-ге дейінгі уақыт. Бұл жерде бізде AMDX болған. Қарасаңыз, AMDX, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Және мына кварталға тағы бір мән берейік. Осы кварталда да бөлсек біз 4-ке AMDX формациясын көруге болады 90 минут. Үшінші квартал тағы бөлейміз. Үшінші квартал уже бізде XAMD формациясы болған. X аккумуляция, оны манипуляция тазартты, мына жерге олардың. И дальше кетті лонгқа. Енді қараңыздар, тағы бір зат көрсетейін. Бірінші үлкен таймфреймге өтейін. 1 сағат, либо 4 сағатқа. 4 сағатқа өтейік. Енді осы жерден бұлай жасайыншы мен. Әр лоу-хайларды белгілеп, сол жерлерді кварталдармен қарайық. Яғни бізде мына лоу, мына жер. Хай лоуларын. Осылай белгілеп шығайын. Жалпы импульс, лоу, коррекция, импульс, коррекция деген сияқты. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Енді осы жерді кварталдармен қарайық. 15 минут таймфреймге өттім. Біз бағына бірінші белгілеген лоуымыз. Енді осы жерді 4-ке бөлетін болсақ, не көреміз кварталдан? Енді бұл жерде бізде не істеді? Баға шортқа подтверждение берді, мына 90-да. Если мына жерде XAMD деп алсақ та, AMD деп алсақ та, бізде подтверждение шортқа берді. AMDX. Манипуляция лонг кетпеді. Ары қарай уже подтверждение бермеді лонгқа. И ары қарай бізде 3-ші квартал болса, 3-ші квартал деген 4-ші квартал уже разворот кетті. Ал бізде түнгі жағы, яғни түнгі уақыт, бұл күн біткен жері разворот жасап кетті. Енді келесі хайына барақ, бізде хай мына жерде екен. Бұл бізде среда күні екен. Среда күнін енді 4-ке бөлсек, бізде қандай формация көріп тұрсыздар? Бұл жерде XAMD, расширение, продолжение, аккумуляция, оны манипуляция жасаған и дистрибуция подтверждениемен мына жерден хайын тазартып шортқа кеткен екен.
Q1 high, Q1 low, хайнда жатқан лоуына кеткен, и бізде K-level бізде мына жерде SBL. Дәл ұшынан ғой. SBR дальше шығады. Тағы бізде қандай лоу бар екен, ана жерде лоу екен. Енді осы жерде 4-ке бөлейік. Бұл бізде понедельник күні екен. Айтқанымдай мына жерде 6-тан 7 пиім дейін тартамыз. Мен кішкене қателесіп жатырмын. Форекстен кейін 6-тан 7-ге дейін тартамыз. Тағы мынау бізде понедельник. Бұл бізде лоудан болған разворот. Осыны да қараймыз қазір қалай разворот болған. Яғни біз бағана импульс коррекцияларын бөліп шықтық. Яғни хай лоуларын бәрін, развороттарын бәрін қазір осы кварталмен табамыз. Яғни дәл осы жерде кварталмен бөлген кезде бізде дәл развороттар подтверждение квартал бойынша береді. Яғни сіз білесіз, дәл баға импульс немесе коррекция жасаған және ары қарай бізде разворот алып импульсын ұстауға мүмкіндік болады. Енді мынау бізде понедельник күні. Оны 4-ке бөлейік. 6 пиемнен 7 пиемге дейін. Бұл бізде AMD X. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция кетті. Хай бізде мына жер Q1 хай. Бірінші оның ішкі ликвидностьмен жұмыс жасаған. Ағырай кішкене коррекциялық қалған баға. Бірақ соңында қарасаңыз жеткен екен. Q1 low. Енді осы жерде, осы күнді кіші таймфреймге өтіп зерттеп көрейікші не болған екен. 1 минутқа кірдім. Ол бізде осы жер. Бірінші кварталдан бастап бөліп шығайын мен. Мен қазір 6 сағаттықты бөлейін деп жатырмын. Так, 6 пиемнен жарайды осылай бөле салайық. 12 AM-ге дейін. Бізде не болған осы моментті қарайықшы. Осы момент. Егер AMDX деп қарайтын болсақ, бізде аккумуляцияның лоуын тазартқан мына жерде. Ары қарай бізге берген подтверждение. Баға ары қарай дәл бағанада коррекция, импульс коррекция басқа түсіп кеткен. И 4-ші кварталда бізде разворот алған. 4-ші кварталда разворот алған и 3-ші кварталға келді. Дәл бағанағы ситуация 3-ші квартал. Енді мынау бізде бір импульс болса, бізде ішіндегі мынау коррекциялар ғой, яғни ішіндегі ликвид, ішкі ликвидтер. Біз осы ішкі ликвидті алатын болсақ, мысалы, мына ішкі ликвид ортасында алатын болсақ, ішкі ликвид тазартқан жерде ішкі ликвид тазартқан, шешкен, және осы 3-ші кварталды тағы 4-ке бөлсек, сағат 9 пиемнен 10 пиемге дейін қараңыз, AMDX болған бар. Аккумуляция, оны манипуляция жасаған, плюс ішкі ликвид тазартқан и подтверждение шорт берген. Уже мына лоумен жұмыс жасайтын айтқан бізде. Q1 low, то есть Q1 high және Q1 low. Бізде мына жерде жұмыс жасаған. Ары қарай не болды бізде? Екінші кварталды қарайық. Екінші кварталды тағы 4-ке бөлеміз. Бұл бізде 6 сағат, яғни бір квартал бізде 6 сағат. 12 AM-нен 6 AM-ге дейін бөлінеді. Енді біз қазір 90 минуттық циклға кірдік, яғни әр квартал 90 минуттан. Енді бұл жерді қарайтын болсақ, бізде қандай формация, ол бізде XAMD болған екен. Аккумуляция, манипуляция бізде 3-ші кварталда жасаған. Подтверждение бермеген жоқтың қоңқайы. Және осы 2-ші квартал тағы 4-ке бөлейік. 3 AM-нен 4-30 AM-ге дейін. Мына жер не болған? Мына жерде бірақ лоуын аламаған. Может бізде корреляция болған шығар синхронды валютная парада.
дәл осылайынан разворот алып екінші кварталда уже, бірақ мынау бізде так айтқандай 3 микрокварталдар бізде подтверждение бермеген екен лонгқа. Солай уже 6 сағаттық циклдармен 90 минуттық баға разворот жоғары алып өткен, яғни Q1 хайға дейін болған целі. Бірінші ликвид бірақ мынау болып тұр. Ішкі ликвидность. Ары қарай дальше кеткен. Және осы 3-ші кварталда да 4-ке бөлейік, не жасаған екен. 6 айымнен 12 PM-ге дейін тарттым. Қараңыз енді. Дәл осы жерде каждыйын мен 4-ке бөліп шығам. Енді микроциклға кірейік. Алты айымнен 7.30 айымге дейін тарттық. Яғни біз қазір 90 минуттық циклды тарттып тұрмыз 4-ке. 4-ке бөлгенде бізде әр қайсы микроцикл ол 22-де 5 минуттан түсіп тұр. Қарасаңыз, енді IMDX болған ба? Яғни айтпау бағана скальп жасауға болады. Скальп деп айта алмаймын, енді скальптан кішкене жоғары ұзақтық уақытта Q1 low шешілген. Подтверждение лонг берген, Дальше бізде кетті цель, яғни бізде мына жақта ішкі ликвид, и дальше бізде Q1 high еді. Бізде үлкен целдер ясно болып тұр. Лонг берді, и екінші кварталға кеттік. Екінші квартал тағы бөліп түртке. Тағы лонг берді. IMDX пен Q1 лонг тазартқан. Тағы лонг берді. Бірінші цели осы, ары қарай дальше үлкен high. Ары қарай не істеді? Үшінші кварталға тағы өтейік. Тағы 4-ке бөлейік. IMDX-е аккумуляция, манипуляция, дистрибуция и реверсия. Дәл осылай кеткен. Уже 4-ші квартал бізде разворот болып кеткен болатын бізде. Разворот болып, баға, яғни барлық лонг фиксация жасап, уже қарай мына ликвид, яғни ешқандай лоуларға ликвидпен жұмыс жасамайды. Осы лоудағы ликвидпен жұмыс жасап кетті. В принципе, қарай бізде уже 4-ші квартал басталған. 6 сағаттық 4-ші квартал. PM, 7 PM. Ең ашық 90 минут. И бізде дәл солай. Мына жерде бірақ бізде не қандай формат жасаған қараңызшы. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Бізде аккумуляцияның лоу, бізде келесі күн алған екен получается. Q1 high және low. Енді алдыңға кішкене қиындау бұл кварталмен түсіну. Өйткені сіздер микроциклдарға дейін, яғни әр циклдың логикасын түсіну керексіздер. Сіздер кез келген жерден алып оны сыза салсаңыздар, ол жерде понимание болмайды ешқандай. Үлкен циклдар, үлкен структурамен қарап, яғни ішкі 1 сағат, 4 сағат структура хайлоуларын қарап, ішкі сыртқы ликвид, структурный ликвидтер, солармен жұмыс жасап, целдерді анықтау керексіз. Соның ішінен сіз кварталда подтверждение алып, сіз бағаның именно қай жерден разворот болатынын білесіз, именно сол цельге дейін баратын жерлерді. И сіз каждый движениені уже оқи аласыз. Құлау кезде де, өсу кезде де. Әр квартал сізге подтверждение береді, яғни лонг өсе ме, шорт бере ме. Өйткені баға дәл сол ақторалық ликвидностьтан ликвидностьқа қарай жүреді. Бізде одан кейінгі хай сызған точка орнына жүр екен. Ол осы жерде 4-ке бөлік тағы. 15 минут қойыңызшы мына жерде. Жоқ, даже 5 минут. Мынау бізде такой күн, четверг күні екен. 6 PM-нен 7 PM-ге дейін тартамыз. Енді не болған бұл жерде? Осы жерді қарайық, осы жерді зерттейік. Бізде IMDX деп алсақ, баға бізде мына жерде манипуляция жасаған ба? Манипуляция жасамаған, бізде манипуляция кезеңінде X IMD деп алатын болсақ, бұл кезеңде. Сосын бізде осы кварталдарды 4-ке бөлейікші не жасаған екен.
әр квартал 4-ке бөліп шығайық. Ішін түсіну үшін. Егер бірінші кварталда 4-ке бөлетін болсақ, бізде не істеген IMDX жасаған, Q1 блогын тазартып, баға лонг кеткен, екінші квартал басады. Екінші квартал тағы 4-ке бөлеміз. Бұл жерде IMDX аккумуляция, манипуляция, дистрибуция, цельні орындаған, баға мына хай уже ликвидность болмай, баға құлап кеткен. Арғары не істейміз біз? Үшінші кварталға ауысып, осы үшінші кварталды 4-ке бөлетін болсақ, тағы подтверждение берген екен. IMDX. Баға шортқа подтверждение берген. Көрдіңіз бе сіз? Мына жерде лонг екенін білесіз, лонг кететін. Мына жерге келіп, тағы лонг екенін білесіз. Мына жерде уже шорт екенін біліп тұрсыз, каждый кварталда. Q1 high. Және Q1 low. Баға шорт кетті бізе. Мына жерде KLL алсақ болады. Осы жерден кіріп, лоуға дейін істей аласың. Бір әдемі. Так, енді бізде бұл жерде зерттедігі тағы хай бар ма біз сызған, және бізде мына жақтар бар екен. Осы жерге өте салып, мына жерлерде қарауға болады. Бірінші хайлоуды сызған екен, хайлоуды қарайға. Так, енді бұл бізде так. Вторник күні екен. Получается, на вторник, жоқ или понедельник бар. Понедельник сияқты, понедельник. Алттан 7 PM-ге дейін тартамыз. Бұл жерде XIMD болып тұр. Аккумуляция, манипуляция жасаған. Соңғы кварталында уже шорт кеткен ол бізде баға. Осының каждый кварталын тоже 4-ке бөліп шығып, не істеген екен. Қандай подтверждение берген. Мына жерде бөлсек, бізде мына жер XIMD жасаған екен. Мына жерде алып кеткен, манипуляция басыла салысымен лонг кеткен екен. Екінші квартал тағы 4-ке бөлем. Қазір мен 12 айыммен 6 айымға дейін бөліп жатырмын. Яғни 90 минуттық циклға бөліп жатырмын. Мынау бізде 6 сағаттық цикл. Мынау бізде 90 минут каждый. Түсіндіре алдым ойлаймын. Ал бұл формация бізде енді XIMD екен. Аккумуляция, манипуляция и дистрибуция кеткен. Целі бізде осы болған бірінші. Q1 high, сосын барып осы ликвидность. Дальше уже үшінші квартал басылған екен. Үшінші квартал еще бұл 6 сағаттық кварталда манипуляция 90-ы. Манипуляция 90 не істеген бізде. Егер XIMD формациясымен қарайтын болсақ, бізде X деп алып, аккумуляцияны манипуляция десек келеді. Бірақ мына жерден шорт кетіп тұрып, баға ішкі жай ғана бір коррекция жасады деп айтайықшы. Коррекция жасап, баға бірақ тағы бір лонг манипуляция жасап кетті. Дистрибуция уақытында 4-ші соңғы кварталда тағы жоғары кетіп, хайды жаңартып, сосын барып мына жерде яғни шорт жасаған, разворот жасаған ғой, былай айтқанда. Бұлай бізде бірақ 6 сағаттық циклда бізде дәл манипуляция уақытын мынау хай болып тұр манипуляция. Бірақ ішкі квартал бізде подтверждение бермеген екен. Ары қарай уже 3-4-ші квартал и дальше уже баға шорт кеткен екен. Бұл кездерінде енді экономический жаңалықтар болғаннан кейін кішкене дұрыс жүрмеген. Негізі уақытты артқа қайтарып, бір тұрақты жерлерде бэктест жасасақ болады. Егер қызық болса, комментарийға жазыңыз. Келесі бөлімде мүмкін осы алтынмен бэктест жасаймыз. Яғни бір рандомный бір уақытқа артқа қайтарып, графикте кесіп тастап, осы кварталмен сделкаға кіріп, ТВ-лармен жасап көрейік. Ал бұл бізде так лоуын сызыппыз. 4 кварталға бөлейін. Бізде X кварталы, бұны high мен low. X, өткен аккумуляция болған екен. Мына жер XIMD болған. Q1 high және Q1 low.
яғни лоун манипуляциялаған и дальше хайна кеткен ғой. Тағы мына жерде хай бар екен, осы жерді бөліп қарайық. Бұл жерде де тоже самый XIM деформациясы. Енді тағы не қараймыз? Бұл жерде продолжение жасаған, аккумуляция, манипуляциялаған и дальше кеткен. Осы жерден де бір қарай аламыз. Алтынан 7-ге дейін тартайын. Ішіндегі кварталдарға шолу жасап көрейік. Бұл бізде бірінші квартал, яғни шорт берген екен. XIMD деген кезде Q1 хайын тазартқан, Q1 хайын манипуляциялаған и лоуы бізде мына жерде екен. И лоуын тазартты, келесі кварталда тазартылған екен бірақ. Келесі аккумуляция 90-ы, XIMD жасаған. И дальше үшінші квартал манипуляция, бұл манипуляция мына хайды тазартып, 6 сағаттық квартал. И дальше лоуына подтверждение, мына лоу болады уже ликвидность. Осы ликвидность қарай бұрылған. И дальше уже келесі кварталдар басталып кеткен екен. Бізде мына лоу мен хай қалыпты соңғы развороттар болған жерлер. Осы жерлерді тоже кварталмен қарайық. Ал бізде так вторник күні ма? Среда күні бұл. Среда, үшінші квартал. Понедельник, вторник, среда. Енді бұл кварталда не істеген XIMD. X аккумуляцияны манипуляциялаған и коррекциясы болып тұр ғой бізде. И дәл солай бағанағы мына жерге келеді, қай жерде? Осы жерге келеді, қарасаңыз. Ары қарай бізде хай мына жерде екен, соңғы хай разворот жасаған. Бұл жері қандай формация? IMDX ба? Енді осы жерде зерттеп көрейік, не болған екен. Әр кварталда бір шолу жасайық. Бірінші кварталдан бастайық. Мына жер бізде баға ашыла салышымен геп берген екен жоғарыға. IMDX жасаған. Мына жерде лоуды алып болсақ, мынаны санамай. IMDX хайға барған. Екінші квартал. Екінші ол бізде манипуляция 90. Жалпы 6 сағаттық кварталда бізде шорт берген, және бұл жерде подтверждение шорт берген. Q1 хайны манипуляциялаған бізде баға. И дальше шорт кеткен. 390-ға ауысқан баға енді дұрыс құлама жатыр бәрін. 390-ға ауысқан кезде осыны тағы 4-ке бөлетін болса, IMDX болып тұр. Бізде KLEU, классикалық бар. Егер осылай кіргенде шынан ол вадим үште вообще бірге 30 жасауға болды екен. Яғни логика осылай бізде алтында. Біз үлкен циклдарға мән бермейміз, алтын үлкен сізблей циклға жүретін. Сол себептен біз күндік цикл 90 минут және микро циклдарға қараймыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі сабақ, егер бэктест қызық болса, келесі бөлімді бэктестке арнай аламыз, осы алтын бойынша. Комментарияларға жазып кетіңіздер, сұрақтарыңыз болса. Описанияға телеграм жеке ссылканы қойдым. Онда келесі бөлімде кездескенше